Сәлем баршаңызға достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай шоколад деп аталатын керемет торттың рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіздер. Бірінші кезекте бисквит пісіріп аламыз. Ол үшін алдымен құрғақ ыдысымызға какаомызды және қайнап тұрған ыстық суымызды және сұйық майымызды қосып, блендермен жақсылап блендерлеп аламыз дағыны бөлме температурасында суытамыз. Ендігі кезекте жұмыртқаларымыздың ағы мен сарысын бөліп аламыз. Және де бізге берілген рецептегі 180 грамм қанттың 30 грамм сарысына 150 грамм ағына қосатын боламыз. Құрғақ таза ыдысқа жұмыртқаның ақ уызын құйып миксерлейміз. Ақ көбік бола бастаған кезде қантты шетінен аз-аздан сала отырып миксерлейтін боламыз. Дәл видеодағыдай аз-аздан қосып, аппақ қою масса болғанға дейін миксерлейміз. Сондай-ақ достарым, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Және де қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей ақ-уызымыз дайын, осындай қою болып шығады. Төңкергенде ешқандай төгілмейтін, жылжымайтын болып шығады. Ендігі кезекте жұмыртқамыздың сары уызына қалған 30 грамм қантымызды қосып, 2 есе ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Мінекей жұмыртқамыздың сары уызы да дайын болды. Ендігі кезекте жұмыртқамыздың сары уызы мен ақ уызын жайлап біріктіретін боламыз. Енді осылардың бәрін, яғни сұйық массаларымыздың бәрін лопатканың көмегімен араластыратын боламыз. Лопаткамызды астынан үстіне қарай осылай араластыратын боламыз. Сол кезде біздің жұмыртқамыз басылып қалмайды дағыны, бисквитіміз биік болып көтерілетін болады. Енді осы жұмыртқалы массамыздың үстінен какаомызды қосып жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай сұйық массаларымыз бірікті. Ендігі кезекте електен өткізген ұнымыздың үстіне разрыхлителімізді саламыз да 2 бөлікке бөліп, жаңағы сұйық массамыздың үстіне осылай лопаткамен жақсылап араластырамыз. Лопаткамен жұмыс істегенде асықпай осылай астынан үстіне қарай араластырып жұмыс істесеңіздер, бисквиттеріңіз өте сәтті болып шығады. Бисквиттің қамыры дайын болды. Осында 2 форманы мен алдын ала дайындап қойдым. Енді осы қою массамызды осы 2 формаға бірдей етіп бөліп құямыз. Және де алдын ала қызып тұрған 170 градус пеште пісіріп алатын боламыз. Мінекей бисквиттерім 35 минутта пісіп шықты, және де оны суытып қойдым. Қыздар, бұл жерде айта кететін жағдай, мен бисквитті суытып барып шештім. Сіздер де солай жасаңыздар. Сол кезде бисквиттеріңіз идеальный болып шығады. Мінекей бисквиттерім осылай идеальный болып шықты. 2 бисквитімізді осылай шешіп қоя тұрамыз. Ал енді тортымыздың креміне кірісетін боламыз. Ол үшін осындай Қазақстан шоколадын алдын ала ерітіп аламыз. Мен микроволновкада ерітіп алдым. Сіздер су моншасында ерітіп алсаңыздар да болады. Мінекей шоколадымызды ерітіп алдым. Енді осыны жақсылап араластырып, бөлме температурасында қоядымыз. Ендігі кезекте салқын творожный сырымызға қант ұнтағын салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Қант ұнтағы мен творожный сырымыз жақсылап араластыру қажет. Мінекей осылай жақсылап араласқаннан кейін, енді үстіне салқын сливкиімізді қосатын боламыз. Ендігі кезекте таразының көмегімен салқын сливкиімізді өлшеп құйып аламыз. Қыздар, және айта кететін жағдай, бұл жерде творожный сырымызды, сливкиімізді өте салқын болу қажет. Сол кезде креміміз өз массасын ұстайтын қою болып шығады. Мінекей енді жай жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа көтере отыра, сливкиіміз қою масса болғанша жайлап миксерлеп алатын боламыз. Мінекей қою масса болды. Енді осыған жаңағы ерітілген шоколадымызды қойып, тағы да жақсылап араласқанша миксерлеп аламыз. Қыздар, бұл торттың кремі өте керемет, балмұздақ тәрізді болып шығады. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей креміміз дайын болды. Енді осыны тағы да лопатканың көмегімен жақсылап ауасын шығарып, жақсылап араластырып аламыз. Өте дәмді креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинауға кірісеміз.
Енді әр бисквитті теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Подложкамыздың үстіне крем жағамыз. Сол кезде тортымыз жылжып кетпейтін болады. Енді алғашқы бисквитімізді қоямыз. Осындай ацетатный пленканың көмегімен жинасаңыздар да болады. Егер де сіздерде болмаса, ол маңызды емес, бірақ кальций өте маңызды. Сол кезде торттарыңыз түзу болып шығады. Енді алғашқы бисквитіміздің үстіне алғашқы кремімізді құйып, осылай жақсылап орналастыратын боламыз. Осылай спатуланың көмегімен жақсылап, бір тегіс етіп жағып, екінші бисквитімізді орналастыратын боламыз. Мінекей осылай барлық кремімізді, бисквиттерімізді жинап болып, ең соңғы бисквитімізді орналастырып, бетін пищевая пленкамен жауып, холодильникке бір түнге немесе 7-8 сағатқа қалдырсаңыздар болады. Ендігі кезекте тортымыздың сыртын қаптайтын крем дайындайтын боламыз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды және қант ұнтағымызды міндетті түрде електен өткізіп қосамыз. Өйткені арасында түйіршіктер болуы мүмкін. Осы екеуін жақсылап аппақ болғанша миксерлейміз. Енді майымыздың үстінен тоңазытқыштан шыққан творожный сырымызды қосамыз дағыны. Екеуін тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай екеуін жақсылап, түйіршіктері жазылғанша жақсылап араластырамыз. Енді лопатканың көмегімен ауасын шығарып аламыз дағыны. Мұздатқыштан шыққан сливкиімізді қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Осы жерде өздеріңізге керек түсті қоссаңыздар да болады. Мен көк түсті пайдаландым. Бұндай красительдер кез келген кондитерлік дүкендерде сатылады. Ал енді сливкиімізді жақсылап араластырамыз, яғни миксерлейміз. Осындай қою қоймалжың масса болады. Енді осыны лопатканың көмегімен ауасы шыққанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Мінекей мен тортым бір түн холодильникке тұрды. Енді тортымыздың сыртын қаптайтын боламыз. Мінекей осылай ацетатный пленкамызды шешкеннен кейін жан-жағындағы артық кремдерді және артық корждарды осылай спатуланың көмегімен бір тегістеп аламыз. Ендігі кезекте кремімізді осындай қалташаға, кондитерлік қалташаға құйып аламыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай тортымызға осылай айналдыра отырып, тортымыздың сыртына кремімізді бір тегіс етіп жағып аламыз да, осында үлкен спатуланың көмегімен тортымызды жайлап кольцомызды айналдыра отырып, бір тегіс етіп жағып шығамыз. Мінекей видеодағыдай енді бетін тегістейтін боламыз. Мінекей тортымыздың сыртын бір тегіс етіп қаптап шықтық. Енді өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша тортты әсемдесеңіздер болады. Мен бұл тортты тапсырысқа дайындадым. Сол үшін осылай шоколадтармен және жеміспен әсемдедім. Сіздер кез келген өздеріңіздің фантазияларыңызбен әсемдесеңіздер де болады. Сіздер егер де менің видеомды осы жеріне дейін көрген болсаңыздар, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей тортымызды әсемдеп болдым. Жаңағы айтқандай мен сізге бұл тапсырысқа арналған торт. Осылай мастиканың пищевой фломастердің көмегімен осылай жазып берсеңіздер де болады. Видеоны аяғына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.